Қайырлы күн, менің каналыма және де мастер-классқа қош келдіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, ауызда еритін карамельді медовик жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен бал және де сары май, қант, ұн, жұмыртқа қажет болады. Сары майдың сапалы түрін 82,5% таңдаңыздар. Қызып тұрған отымызда балымызды, майды, сары майды және де қантымызды үшеуін жақсылап тұрып араластырып, толыққанды ерітіп алатын боламыз. Масса толық еріген сайын түсін өзгертетін болады. Одан қорықпаңыздар. Барлығы еріп болғаннан кейін бір шай қасық ас содасын қосып, тез-тез жылдамдықта араластырып алатын боламыз. Масса соданы қосқаннан кейін 3-4 есеге ұлғаяды. Одан қорықпаңыздар. Ең бастысы тез-тез араластырып тұрсаңыздар болғаны. Осылай суыған сайын түсін өзгерте бастайды. Түсі тоқ қоңырлау түс болып келеді. Осылай тез-тез жылдамдықта дәл видеода көрсетілгендей массамызды суытып аламыз. Тек қана суып болғаннан кейін ғана жұмыртқамызды бір-бірден қосып араластыратын боламыз. Ыстық күйде қосатын болсаңыздар, жұмыртқамыз аппақ болып пісіп қалуы ықтимал. Осылай араластырып болғаннан кейін ұнымызды, жұмыртқамызды толық қосып болғаннан кейін ұнымызды салып 3-4 есеге бөле отырып жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Мен мұнда қасықпен араластырдым. Сіздерге ыңғайсыз болса, миксерлесеңіздер де болады. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. Пищевая пленкаға немесе пакетке салып, холодильникке 3-4 сағатқа жібереміз. Дайын болғаннан кейін осындай колбаска жасап, теңдей 12-ге немесе 14 бөлікке осылай бөліп алатын боламыз қамырымызды. Дайын болған қамырымызды пергаментке домалақ етіп, 180 градуста 3-4 минут көлемінде қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осындай кольцомен қамырымызды бастырып аламыз. Себебі қазір тортымызды жинаған кезде тегіс бір қалыпты шығу үшін осындай кольцо керек болады бізге. Кольцо қазір алдағы видеода көрсетіледі. Қамырды өте жұқа етіп жайыңыздар. Осылай бастырып аламыз формаға. Жан-жағындағылары керек болады. Қазір алдағы видеода көрсетемін. Енді начинкасын жасаймыз. Начинкасына ең сапалы вареная сгущенканы 3-4 минут көлемінде ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап миксерлеңіздер. 5-6 минут миксерлесеңіздер де артық етпейтін болады. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне сары майымызды қосамыз. Сары май мен вареная сгущенка араласып, бір қалыпты ақшылдау түске енгенше миксерлейтін боламыз. Мен барлығын описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден толық көрсеңіздер болады. Массамыз осылай ағарады. Енді оның үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймақ менде мұнда 25%, негізінде 30% қаймақты қоссаңыздар, креміміз масса бір қалыпта ұстап тұратындай крем шығатын болады. Мен мұнда 25%-ті қосып 10 минут көлемінде кремімізді миксерлеп алдым. Енді корждарымызды жинауға кірісеміз. Осылай дәл видеода көрсетілгендей теріс қаратып жинайтын боламыз. Сонда бір келкі шығады. Мұнда кремді 2,5 немесе өз қалауларыңыз бойынша 2,5-3 ас қасықтан сала отырып, кремімізді жағып, тортымызды әдемілеп жинайтын боламыз. Бірінен соң бірінің ортасына осылай кремдерді салып отырасыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен толық жинап болдым тортты. Тортты негізі осындай кольцоға жинаған ыңғайлы, сонда бір келкі әдемі болып шығады. Жасап болғаннан кейін бетіне пищевая пленка немесе пакетті жауып, холодильникке 4-5 сағатқа жіберетін боламыз. Жаңағы қалдық корждарымызды мен блендерлеп, крошка дайындап алдым. Біздің тортымыз холодильниктен шықты. Кремдері бір-біріне сіңді. Енді
осы корждарымызды жақсылап тұрып қолымызбен крошкаларымызбен әсемдеп медовик тортымызды дайындайтын боламыз. Өте дәмді, бір жасағаннан шығатын және де бюджетный торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай айналдыра отырып крошкаларымызды әсемдеп шығамыз крошкаларымызбен. Торт осылай шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Динара. Енді дәмін деген айта алмаймын. Біздің үйдегілердің барлығына қатты ұнады. Менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар.